Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында және де толығырақ білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. 2025 жылға қарай зейнетақы қалай өседі? Еңбек және халықты әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова зейнетақы қалай өседі мүмкін екенін түсіндірді деп хабарлайды Magajet.kz тілшісі. 2023 жылғы 1 қаңтардан 2027 жылға дейін ең төменгі базалық зейнетақы мөлшері ең төменгі көрсеткіш деңгейі 54%-нан 70%-ға дейін, ең жоғарғысы 100%-дан 120%-ға дейін жеткізуі жоспарланып отыр деп түсіндірді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова Сенатта әлеуметтік кодексінің тапсырмаларының барысында. Оның айтуынша, оған дейін базалық зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға дейін көтеріледі. Бұл ретте базалық зейнетақының орташа мөлшері жыл сайын шамамен 13%-ға өседі және бұл барлық 2 миллион зейнеткерге әсер етеді. Ұсынылған шаралар 2025 жылға дейін қарай жуықтақ жиынтық зейнетақының орта есебінің 27%-ға артуға мүмкіндік береді, деді министр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуы үшін бір ғана лайк түймесін аянбаңыздар.